Қадір түні қандай түн? Қадір түні несімен қадірлі? Осы сұрақтарға жауапты білгіңіз келсе, видеоны соңына дейін көріңіз. 18 мың ғаламды жаратушы Алла тағалаға мақтау, адамзаттың асылы Мұхаммед, оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын, пайғамбарымызға салауат болсын. Ислам дінінде ең қасиетті жыл бар. Ол пайғамбарымыз Алланың игілігі мен сәлемі болсын дүниеге келген жыл. Қасиетті ай бар. Ол Рамазан айы. Қасиетті күн бар. Ол жұма күні, Арафа күні және тағы да басқа қасиетті күндер. Қасиетті сағат бар. Ол дұға қабыл болатын сәт. Қасиетті түн бар. Ол Қадір түні. Мың айдан да қайырлы бұл түннің ерекшеліктері де жетіп артылады. Алла тағала Қадір түнін басқа түндермен салыстырғанда ерекшелеп, оның дәрежесін көтерген. Бұл түнде жаратушы енің пенделеріне берер сыйы да мол. Раббымыз пендесіне басқа түндерде бермеген ризық несібесін осы түнде үлестіреді. Сол себепті мұсылман қауымы Қадір түнін тағатсыздана күтіп, оны құр жіберіп алмауға, әрі бұл түнді тиімді пайдалануға тырысады. Мұсылмандардың Қадір түнін тағатсыздана күтуінің тағы бір себебі жаратушыға жақындау. Себебі Қадір түнінде тілеген дұға тілектер сөзсіз қабыл болады. Алла тағала Құран кәрімде бұл түн туралы былай дейді: біз шынында Құранды Қадір түнінде түсірдік. Қадір түнінің не екенін білесің бе? Қадір түні қасиет және сауап жағынан мың айдан да қайырлы. Сол түнде періштелер және Жәбірейіл Алланың әмірімен жер бетіне Алла тағдыр еткен барлық істерді атқару үшін түседі. Сол бір түн ағарып таң атқанға дейін амандық, тыныштық түні болады. Абу Хурайрадан, Алла оған разы болсын, пайғамбарымыз, оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын, кімде-кім Қадір түні иманмен және сауабын үміт етіп құлшылық етсе, оның алдыңғы күнәлары кешіріледі деген риуаят бар. Басқа бір хадисінде пайғамбарымыз, оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын, Әнәс бин Маликтен, Алла оған разы болсын, Рамазан айы кіргенде Алла елшісі, Алланың игілігі мен сәлемі болсын, сендерге мына ай келді. Бұл айда мың айдан да артық түн бар. Кімде-кім осы түннің жақсылығынан мақұрым қалса, жақсылық атауының құр қалғаны. Оның жақсылығынан тек қана нағыз мақұрым адам ғана құралақан қалады деген риуаят бар. Демек, бұл түннің мың айдан да артық. Сондай-ақ Қадір түнін Алланың жақсылығынан құр қалмауға тырысу керек. Рамазан қасиетті ай. Осынау қасиетті айдағы қасиетті түн Қадір түні. Алла тағала Құран кәрімді Қадір түнінде түсірген. Жалпы бұл түн неліктен Қадір деп аталады? Ислам ғалымдары оның бірнеше мағына беретіндігін айтқан. Бірінші мағынасы Құран кәрім түскен ай. Алла тағала Қадір сүресінің бірінші аятында: расында біз оны, Құран кәрімді Қадір түні түсірдік дейді. Демек, оның алғашқы мағынасы қасиетті кітап түсірілген күн. Сондықтан ол түн қадірлі, сауабы мол болып тұр. Құран кәрім кітабы Алланың сөзі, адамдарды дұрыс жолға бастайтын және екі дүниенің бақытына жеткізетін кітап. Құран кәрім жаратылмаған. Екінші мағынасы құрметті, ардақты. Неліктен бұл түн құрметті һәм ардақты? Себебі бұл түні мұсылман баласы барынша көп құлшылық жасап, Алла тағалаға мінәжат етеді. Құран кәрімді оқып, жаратушы еден жасаған қателік күнәлар үшін кешірім сұрайды. Ал Қадір түнін дәл осындай ізгі амалдармен өткізген адам Алла тағала алдында құрметті әрі ардақты болады. Үшінші мағынасы таршылық. Бұл түні аспаннан жерге түсетін періштелердің көптігі соншалық, оларға жердің өзі таршылық етеді. Демек, бұл Қадір түніндегі періштелердің көптігін көрсетеді. Алла елшісі Мұхаммед, оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын, шын мәнінде Қадір түні жер бетінде періштелер ұсақ тастардан да көп болады деп хабар береді. Төртінші мағынасы ұлық түн, баршаға түсінікті, оны тарқата баяндаудың қажеті шамалы. Бесінші мағынасы тағдыр бекітілетін күн. Алла тағала осы түні пенделерінің бір жылдық тағдырын бекітеді. Сондай-ақ бір жыл ішіндегі табиғат құбылыстарын, жақсылық пен жамандықты, өмірге келетін һәм өмірден өтетін адамдардың мезгілін бекітеді. Қадір түнінде тағдыр тақтасына құлшылықтағы құлдардың тілектері тоқылып, алдағы бір жылға қатысты үкімдер бекітіледі.
Бұл туралы ғұлама Мужахид Қадір түні, тағдыр түні. Оны бұлай аталуының себебі Алла тағала бұл түні келесі жылғы Қадір түніне дейін кімнің ажалы жететінін, кімге қанша ризық несібе бөлінетінін, тағы басқа үкімдерді белгілейді. Содан соң барлығын 4 періштеге Жәбірейіл, Исрафил, Микаил және өлім періштесіне тапсырады деген. Ал Абдулла ибн Аббас сол түні кітаптың анасынан, яғни Лаухул Махфуздан 1 жылдың ішінде кімге қанша ризық бөлінетіні, қанша, қашан жаңбыр жауатыны, кімнің дүниеге келетіні, кімнің дүние салатыны, кімнің қажылыққа баратыны да жазылады деген. Қадір түнінде кімдердің қажылық жасайтынына дейін жазылатыны жайлы Икрима ғалым. Қадір түнінде 1 жыл ішінде Алланың үйі Қағбаны зиярат етіп, қажылық жасайтындардың есімдері әкелерінің есімдерімен қосылып жазылады деген. Бұл Қадір түнінің мағыналары. Бұдан бөлек ерекшеліктер де бар. Енді соларға тоқталалық. Бірінші ерекшелігі: Қадір түнінде қасиетті Құран кәрімнің түсірілуі. Кітаптың басқа түндерде емес, Қадір түнінде түсірілуінің өзі оның қасиеттілігін айғақтап тұр. Екінші ерекшелігі: ұлық түн. Басқа түндер Қадір түніне сәйкес келмейді, бірдей бола алмайды да. Үшінші ерекшелігі: құлшылық түні. Қадір түні тұтас бір ғұмырды қамтитын қасиетке ие. Бұл турасында имам Куртуби аяттағы 1000 айдан да қайырлы деген сөз бүкіл заман дегенді білдіреді. Өйткені арабтар шексіздікті білдіру үшін 1000 деген сөзді қолданады деген. Қадір түні туралы ғұлама Жазаири Қадір түніндегі ғибадаттың сауабы 83 жылға тең келетіні жайлы ғұлама Жазаири Қадір түні сөзсіз ең жақсы түн, Алла тағала оны берекелетті. Ол түні Құранды түсіріп, басқа түндерден ерекшеледі. Сондай-ақ осы түнді құлшылықпен өткізген адамға 83 жыл ғибадат еткеннің сауабы жазылады деп баяндайды. Ал Хафиз ибн Рашаб: ей өз өмірін ешбір игілікке қол жеткізбей өткізген адам, Қадір түнін жіберіп алғандарымды қайта толықтыру үшін қолданамын. Өйткені бұл түн тұтас өмірге тең келеді ғой деп айтқан. Төртінші ерекшелігі: бұл түнде шайтандар болмайды. Алла елшісі Алланың игілігі мен сәлемі болсын бір хадисінде бұл түні күн шыққанға дейін шайтандар болмайтынын айтқан. Ибн Аббастың бұл түні жындарды кісендеп, үлкен жындарды қамап тастайды деген сөзі бар. Ал Мужахид: бұл амандық, есендік, тыныштық түні. Бұл түні шайтандар адамдарға тыныштық береді. Олар адамдарға жақындамайды, азғырып тура жолдан тайдыра алмайды деген. Бесінші ерекшелігі: періштелердің бәрі, тіпті Жәбірейілдің өзі Алла тағаланың қалауы бойынша жерге түсіріледі. Қадір сүресінің 4-ші аятында: ол кезде Раббыларының қалауымен оның әрбір әмірі үшін періштелер мен рух Жәбірейіл түседі делінген. Алтыншы ерекшелігі: бұл түнде амандық, тыныштық салтанат құрады. Әсіресе иманды адамдар жамандық атаулыдан аулақ болады. Жетінші ерекшелігі: бұл түн мүбәрәк кеші, яғни береке кеші. Алла тағала Духан сүресінің 3-ші аятында: біз Құран кәрімді мүбәрәк болған түнде түсірдік дейді. Сегізінші ерекшелігі: күнәлар кешіріледі. Пайғамбарымыз Мұхаммед Алланың игілігі мен сәлемі болсын, кімде-кім осы түнде Аллаға иман келтіріп, сауабынан үміттеніп, құлшылық ететін болса, Алла тағала оның бұрынғы істеген барлық күнәларын, кемшіліктерін, қателіктерін кешіреді деген. Тоғызыншы ерекшелігі: 1 жылдық тағдыр жазылады. Кімде-кім бұл түннің мол сауабынан құр қалатын болса, ол барлық жақсылықтан ада қалды деп есептелінеді. Алла елшісі Алланың игілігі мен сәлемі болсын бір хадисінде: сендерге Рамазан айы келді, ол мүбәрәк ай. Алла тағала сендерге оразаны парыз етті. Рамазанда жәннаттың есіктері ашылады, тозақтың есіктері жабылады. Шайтанды Алла кісендеп тастайды. Рамазанда бір түн бар, ол 1000 айдан да артық. Кім одан құр қалса, барлық жақсылықтан да құр қалады деген. Алла тағала құлшылықтарыңызды қабыл етсін. Видео ұнаса лайк басып, арнама тіркеліп, қоңыраушаны баса кетіңіз. Келесі видеода кездескенше, ассаляму алейкум уа рахматуллахи уа баракатух.